Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Менің арнама қош келдіңіздер. Мен әдеттегідей өзімнің асханадағы жұмысымды бастап жатырмын. Мен бүгін өте жеңіл ыссы тағам дайындамақшымын. Ол үшін мен осындай тауықтың төс етін алдым және оны салатқа турағандай етіп, жіңішкелеп, осылай қылып турап жатырмын. Жалпы тауықтың еті тез піседі дегенмен мен осылай жұқалап салатқа турағандай етіп, жалпақ етіп турап жатырмын. Міне менің тауық етім осындай бір төс етінің өзінен ойдай ет шықты. Міне салатқа да турағанда осындай болады. Енді бұл етті азғантай уақытқа маринадтаймыз. Ол үшін мен тұз, паприка, қызыл бұрыш, қара бұрыш алдым. Енді осылардың бәрін араластырып, бір азғантай уақытқа қойып қоямын. Құрметті менің арнамның қонақтары, егер сіз менің арнама жазылмасаңыз, арнаға тіркеліп алсаңыз, менің күнбегін шығарып отыратын осындай бейнемді жіберіп алмай қарап отырасыз. Менің арнамда ыссы тағамдардың да, түрлі заманауи салаттардың да, ұлттық тағамдардың да тез дайындалатын қарапайым жолдары өте көп. Әсіресе арнам жастарға, жас келіндерге өте пайдалы деп айта аламын. Енді мен биязды жіңішкелеп турап алдым және сәбізді де осындай жіңішкелеп, иректеп турап алып жатырмын. Бұлар маған қазір подливаға қажет болады. Сондықтан да осындай әдемілеп турап жатырмын. Осындай әдемі сәбіз шықты. Енді менде жартылай ащы бұрыш, өте үлкен ет, соның мен жартысын кеше пайдаланғанмын, жарысын бүгін пайдаланайын деп жатырмын. Және олында бір үлкен ірі қылып турап алып жатырмын. Енді табамызға біразғантай өзімдік майын құйып, жаңағы маринадтап қойған етімізді пісіретін боламыз, қуыратын боламыз. Міне біразғантай уақытта менің жаңағы етім жақсылап тұрып қуырып жатыр. Енді жақсылап араластырғаннан кейін оның етіне жаңағы турап алған көкөністерімді салып, жай отты бұқтырып қоятын боламын. Оған дейін мен макаронды суға ғана пісіремін. Суға кішкентай тұз саламын да, сосын макарон пісіріп алайын деп отырмын. Сондай біздің тамағымыз өте жеңіл тамақ болып шығады. Менің макарон пісіріп отырған жерім камераға түспей қалған. Енді барлығы дайын. Енді тек қана жақсылап әдемілеп тағамды салып ұсыну ғана қалды. Енді мен тарелкамның қасына бальзамический соуспен әдемілеп жатырмын өзімше. Енді мейкі түбінде қалғаннан кейін кішкене қоюланып қалған ба, дұрыс әдемі болып жағылмай жатыр. Оған мен білмеңіздер. Енді тарелкамыздың бір шетіне макаронымызды осылай саламыз. Макарон суға піскен, кішкентай тұз салынып, және қуырып алған тауық етіне подливамызды салатын боламыз. Міне осындай әдемі тамақ шығады. Және мен сәбізден осындай гүл жасап қойған болатынмын. Сол гүлді бір жеріне орналастырып жатырмын. Енді жапырақтар болғанда өте әдемі болады деп, менің жапырақтарым шамалы жерлері қалған екен, сондықтан мен оны салып жатырған жоқпын. Міне осындай өте жеңіл тамақ шықты. Менің арнамда келесі кездескенше қош сау болыңыздар.